Amar Muhtar rahimahullah бұл кісіні дарға асайын деп жатыр, өлтірейін деп жатыр. Сонда сіздің ең ақырғы сөзіңіз не десе, егер рұқсат берсеңдер 2 рәкат намаз оқып алайын деді. Аллахтың сонда ұлы құдіреті وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ аятыны шын жүрегімен түсінген адам намазына өте қатал болады. Себебі ең үлкен құлшылық бұл не? Бұл намаз. Ең үлкен құлшылық. Біздің қазақта бір мақал бар. Бейнамаздан кейін намаз жаман деп қояды. Бейнамаздан кейін намаз жаман деп қояды. Ол бейнамаздан кейін намаз жаман дегені бір намазына қосып оқиды. Пешенді асырға қосып, асырды шамға қосып қойып, шамды құптанға қосып оқиды. Бейнамаздан кейін. Егер шынымен осы адамзат мен өмірге Аллаға құлшылық қылу үшін келдім деген түсінікті шын жүрегіме түсінетін болса, ол намазын қаза қылмайды. Намазда қатты тұрады. Сонда жаңа американецтің айтып атқаны, адам дейді, мана дүниеде қалтасында көк тиыны болмаса да, оның намазы болса, ол бақыт екен деген түсінікке келдім дейді. Бізде көпшілік жігіттер айтады, мен намаз оқысам да жолым жүрмейді де мен дейді. Намазды жол жүру үшін оқымайды адам. Намазды адам бай болу үшін оқымайды адам. Намазды адамына күшті болу үшін оқымайды. Қазір көпшілік мына спортсмен сымақтар бар анау. Önce namaz оқып жүреді. Олимпиада чемпионы боламын деп. Олимпиада чемпион болу үшін оқымайды намазды. Бәлкім намазды Аллахтың разылығы үшін, халыс Аллах үшін оқылады намаз. Намазда ешқандай рия болмайды. Намазда жүрекпенен оқиды да. Зайнул Абидин разиаллаху анху өзінің бабасы Хасан ибн Алиді келтіреді. Хасан ибн Али разиаллаху анху дәрет алып атқан уақытында дірілдеп, қалтырап, сарғайып кетер екен. Сарғайып кетеді оған. Не болды сізге, бір жеріңіз мазаңыз қашты ма десе, мен намазға осыншалық қиналасып етсе, сен білесің бе, мен кімнің алдында тұрмақшымын дейді. Мен кімнің алдында тұрмақшымын. Осы дәрежеде. Сол үшін олардың дұшпандары, олардан неше мың километрден қорқатын болғанда, олардың дұшпандары. Бізден ешкім қорқпайды. Олардың сөздері сондай әсерлі болғанда, біздің сөзіміз қатынымызға да әсер етмейді ғой. Қойшай дейді. 3 күндік тақуа болып қалдың ба, көзіме көрінді. Біттің да сонымен. Себебі әсер жоқ та, ол намазда әсер жоқ та. Адамзат егер шынымен, шын жүрегіменен намазыны толық оның сөзі әлбетте әсер етеді. Ол хақ нәрсе.